Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз present perfect және де past simple туралы екеуінің айырмашылықтары туралы өтетін боламыз. Ең алдымен present perfect'тен қарастырайық. Links the past with the present, яғни өткен шақты қазіргі шақпен байланыстырады. Мысалы, I have made quite a lot of notes at some point before now and I may make more notes. Яғни мен бірнеше жазбалар жаздым. Яғни ол өткен шақта жазған, бірақ қазіргі таңда не болмаса болашақта оны әлі де қолданылуы мүмкін, не болмаса оны қайтадан жалғастырып жазуы мүмкін. Ал past simple'да only talks about the past, яғни тек қана өткен шақ туралы айтады. Мысалы, I made notes on the most important things. When I did the reading and I finished making notes. Яғни тек қана өткен шақ туралы айтады. Мысалы, мына жерде мен маңызды заттар туралы бірнеше жаңағыдай жазбалар жаздым деген секілді. Оны өткен шақта жасаған, сол шақта қалып кетті, қазір оны ешқандай қолданбайды деген мысал ретінде қарастырамыз. Келесі бізде doesn't talk about a specific time in the past. Яғни біз present perfect'те ешқандай да нақты уақыт өлшемін көрсетпейміз. Мысалы, have you read the leaflet at some time before now? Яғни сізге тек қана істің нәтижесі ғана керек, бұл жерде уақыт мүлдем қажет емес. Яғни present perfect айтқан кезде уақытты мүлдем қолданбаймыз. Келесі past simple states a specific past time or the time is understood. Яғни past simple'ды қолданған кезде біз міндетті түрде уақытты көрсетеміз. Мысалы, 2 weeks ago деген секілді, yesterday деген секілді. Мысалы, I read the leaflets when I was in the library. I'm not in the library now and the reading is finished. Яғни бұл жерде нақты бір уақытты көрсетіп тұр. Келесі бізде uses time expressions that show the time period is unfinished. Яғни бізде белгілі бір уақыт өлшем бірліктерін қолданады, яғни уақыттың әлі бітпегендігі туралы. Мысалы, I have read 6 articles this week. The week isn't finished. Яғни бұл жерде бізде this week деген осы апта. Яғни осы апта деп айтып тұрғандықтан бұл апта әлі біткен жоқ. Егер өткен апта десе, онда айтуға болар еді. Бірақ осы апта дегендіктен біз present perfect'ті қолданып тұрмыз. Келесі бізде past simple. Uses time expressions that show the time is finished. Яғни бұл жерде біз керісінше өзінің уақыт өлшем бірліктерін белгілі бір іс-әрекеттің уақытын біткендігі туралы айтамыз. Мысалы, I read 5 books last week. Last week has finished. Яғни өткен аптада мен 5 кітап оқып бітірдім деп тұр. Яғни өткен апта өтіп кетті, оны біз ешқашан қайтара алмаймыз, және де осы кезде біз past simple'ды қолданамыз. Келесі бізде note the position of the following time expressions that occur with the present perfect. Яғни present perfect пен үнемі бірге жүретін time expressions'тар. Біріншісі between the auxiliary and the main verb. Мысалы, recently, already, always, ever, just, never. Осы бізде уақыт бірліктері үнемі present perfect'те қолданады. Мысалы, I have already written the notes. Яғни мен өзімнің жазбаларымды әлдеқашан жазып қойғанмын. Already әлдеқашан. I've just finished my essay. Мен қазір ғана өзім эссемді аяқтадым. Just деген қазір ғана. Келесі бізде ever is generally used with questions or negatives. Have you ever been to Buenos Aires? Яғни бізде осы time expressions'тар бізде тіпті сұраулы сөйлем не болмаса негативті сөйлемде де қолдана береді. Яғни сен бұрын соңды Buenos Aires'те болғансың ба деп сұрап тұр. Келесі бізде after the main verb. Мысалы, all my life, every day, yet, before, for ages, for 2 weeks, since 2003, since I was a child деген секілді. Мысалы, I felt tired for weeks. Мен апта бойы өзімді шаршаулы сезіндім деген секілді. Келесі бізде if there is an object clause, the time expression comes at the end. Яғни егер де бізде объект болатын болса, яғни толықтаушымыз болатын болса, онда бізде уақыт бірлігі соңына кетіп қалады сөйлемнің. Мысалы, I've gone to bed early every night since then. I've written more than 10 assignments since I started this course. Яғни мен
осы курс басталғалы өзімнің көптеген тапсырмаларымды орындап тастадым деген мағынада.